Қош келдіңіздер менің каналыма. Мен беш бармақтан соң ылғи осылай қамырды жұқа қылып турап аламын. Қамырды турамастан алдын сорпаға бір малып аламыз. Және осындай жіңішке әдемілеп майдалап тураймыз. Мен нарын жасап жатырмын. Бізде оңтүстік өңірінде осылай беш бармақтан соң нарын беріледі. Қамырымды өйстіп жіңішке турап аламын да, содан соң етімді де дәл осылай майдалап жұқа қылып турап шығамын. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма жазып қойыңыз, алда керемет видеолар салатын боламын. Көбінесе осылай беш бармақтан соң үйлеріңізде қамыр қалып қойса, осылай жұқа қылып турап шықсаңыздар болады. Бұны жасаған қамыр піскен сорпасын міндетті түрде алып қойыңыздар, 1 литр көлемінде. Түбін алмаймыз, сорпаны алған кезде бет жақтағы майлы жырныст жағын алып қалсаңыздар, осы тураманың үстіне құйып бірге араластырсаңыздар, өте дәмді, нарынды сорпа шығады. Қазір видео соңында байқайсыздар. Міне көрген боларсыздар, менің тураған қамырларым өте жіңішке, әдемі болып туралып жатыр. Етті де осылай турап шығамыз. Етін байқасаңыздар, езіліп әдем болып піскен. Осылай ет көлемін тураймыз. Құйрық арасында құйрықтары бар болса, оларды қосып турай беріңіздер. Өйткені ол тамаққа өте дәмін беріп тұрады. Дәмді болады. Бұл сорпа өте пайдалы. Нағыз асқазанға да, күш қуатқа да өте пайдасын тигізеді. Бір жасап көрсеңіздер, үйіңіздегілер сұрай беретін болады. Осы сорпаны тағы жасап бер деп, бізде ылғи осы беш бармақтан соң нарын сорпасы жасалынады. Етті де турап болдым. Оны салған легеннің жанына қойып қоямын.
Тағы да қалған еттерді майдалап турап жатырмын. Арасында қазы пісірген болсаңыз, қазынды да осылай майдалап турасаңыздар, ол да өзінің күш-қуатын береді сорпаға, ерекше дәм беріп тұрады. Кім үйінде осындай нарын сорпасын жасайды, комментария жазып кетіңіздер. Сіздердің жазған пікірлеріңіз, комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне осылайша бәрін турап дайындап қоямын. Бірақ бұны сорпаға араластырмаймыз, өйткені сол күні ішетін кезде ғана бөлек ыдысқа сорпаны құйып, үстінен осы дайын туралған қамырмен етті салып бірге араластырып береміз. Осылайша нарын сорпасы дайын болады. Міне көріп тұрсаңыздар, етім де майда туралған, қамырым да өте майда әдемі туралған. Енді бұны бір табаға салып араластырып қоямын. Осылай түрінде жесе де болады, болмаса сорпа түрінде.